уақытта ол процесс осы жеке сот орындаушылардың арқасында өте жақсарған сияқты. 3-тен 25%-ға дейін белгіленген жаңағыдай несі бар, тарифі бар. Соған сәйкес өзінің еңбек ақысы ретінде алады. Бізде де, біздің қоғамда да көп қанағаттандырмай жатыр. Ассалаумағалейкум, мен Дархан Абдуахит, эфирде 5 реформа белестері бағдарламасы. Сот беделі оның шешімдерінің орындалуымен құнды. Жеке сот орындаушыларының қызметіне кіріскеніне міне биыл 5 жыл толады. Ендеше институт жұмысы нәтижелі болды ма? Және бұл мәселені ұлт жоспарына қосудың маңызы неде? Біз талдайтын тақырып болса. Жиырма жетінші қадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту. Сот орындаушыларының мемлекеттік қызметін біртіндеп қысқарту. Ұлт жоспарында нақтыланған бұл тапсырманың түп негізі 2005 жылдан бастау алады. Судьялар съезінде елбасы жеке сот орындаушылар жүйесін құрып, оны жетілдіру туралы бастама көтерді. Көп ұзамай президент идеясы жүзеге аса бастады. 5 жыл бұрын жеке сот орындаушыларын бір шаңырақ астына біріктірген республикалық палата құрылды. Мақсат – мемлекеттік сот орындаушыларының санын қысқарта отырып, жеке сот орындаушылар қарасын көбейту. Қазіргі үрдіске қарап отырсақ, жалпы сот орындау деңгейі өте жоғары болып келеді. Мысалы, алатын болсақ, әсіресе мынау бұрынғы айыппұл, салынған айыппұлдар 2 айдың ішінде орындалмаса, ол күшін жойып жататын. Қазіргі уақытта ол процесс осы жеке сот орындаушылардың арқасында өте жақсарған сияқты. Қазір елімізде 1286 жеке сот орындаушысы жұмыс істейді. Олардың өндірісінде 1,5 миллионнан астам атқару құжаты бар. Ол құжаттарды 1,9 триллион теңгеге бағалауға болады. Бұл соманың 70% мемлекет пайдасына өндірілген, яғни жекелердің жұмысы сенімді ақтай бастады. Осы арада жекеменшік сот орындаушылардың негізгі атқаратын қызметін айтуымыз қажет. Үстіміздегі жылдың 1 қаңтарынан бастап атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар заңына өзгерістер еніп, жеке сот орындаушыларына бірқатар құзыреттер берілді. Мысалы, мемлекет пайдасына өндірілетін атқару өндірістерінің 1000 айлық есептік көрсеткіштерінен аспайтын атқару өндірістері және мемлекет пайдасына жер учаскелерін алып қою немесе бұзу, нысандарды бұзу жөніндегі атқару өндірістерін қоспағанда барлық атқару өндірістерін жеке сот орындаушылар өндіруге құқық берілді. Бұған қоса жеке сот орындаушылары мемлекеттік органдардан ақша өндіру істеріне қатыса алмайды. Және борышкерлердің үстінен әкімшілік хаттама толтыруға ғана құқы жоқ әзірге. Бұл құзыретті мемлекеттік сот орындаушылармен бірігіп атқарады. Олар бізге ұсыныс шығарып, мемлекеттік сот орындаушыларға жібереді. Сол ұсынысына қарай біз борышкерлерді Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңына сәйкес, 669 бабына сәйкес біз ол кісілерді әкімшілік шараға тартамыз. Мемлекеттік сот орындаушы ол мемлекеттен айлық алады, жалақы алады. Және атқару өндірісін аяқтағаннан кейін ол мемлекет пайдасына атқарушылық санкция өндіреді. Өндірілген соманың 10%-ын мемлекет республикалық бюджет пайдасына өндіріледі. Ал жеке сот орындаушы оны республикалық бюджетке өндірмейді, өзінің жаңағыдегі 3-тен 25%-ға дейін белгіленген жаңағыдай несі бар, тарифі бар. Соған сәйкес өзінің еңбек ақысы ретінде алады. Және одан 10% мемлекетке салық есебінде төлейді. Жеке сот орындаушыларына қатысты тағы бір жаңалық. Бұл саптағы қызметкерлер борышкерлер туралы ақпаратқа енді жылдам қол жеткізе алады. Мысалы, бұған дейін олар жеке тұлғалар туралы мәліметтерді жинауда ұзақ уақыт жоғалтатын. Біз алдағы уақытта соны электронды түрде өткізуге жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы, біз бір облыс көлемінде береміз екінші деңгейлік банк мекемелеріне. Ол борышкердің басқа облыста несі болуы мүмкін, есеп счеттары болуы мүмкін. Сол үшін электронды өткізетін болса, Қазақстан бойынша қай қалада, қай облыста есеп счеті бар екенін біліп, жаңағыдегі тез сот актісін орындауға ықпал етеді. Дегенмен жаңа жүйенің жетілдіретін тұстары көп. Қазір парламент депутаттары және жеке сот орындаушылары палатасының өкілдері бірлесіп, бірнеше заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жайын талқылауда.
Күні кеше ғана Астанада өткен жеке сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту туралы халықаралық конференцияда осы мәселе айтылды. Мақсат елбасының ұлт жоспары 100 нақты қадамда көрсетілген тапсырмасын орындап, жүйенің кемшіліктерін түзету. Олардың күштеп шығаратын шешімдерді орындайтын жағдайлар, оны күштері жоқ, жекеменшікті қалай күшті қолданады ол тек мына құзыретті органдардың қолында ғана, олардың құқығында. Соның барлығы әлі көп жағдайлардың шешілмеген жағдайлар қазір көтеріп жатыр. Жіберген қылмыстық істер сотқа дейін бара алмай жатыр. Ал біз мына құқық органдарының несін сол жағына құзыретін көтергенбіз. Неге уголовный кодекске біз кіргізгенбіз, алимент жөнінде орындамау үшін дегендей. Бәрібір оның нәтижесі көріп отырмыз, неге қанағаттандырмай отыр біз барымызда. Бізде де, біздің қоғамда да қанағаттандырмай отыр. Ал қалған құқықтар мен міндеттер бойынша екі категориядағы сот орындаушылардың жұмысы бірдей. Нақтырақ айтқанда қос қызметкер де сот актілерінің орындалуын қамтамасыз етеді. Тек жекелері өз нәпақасын осы өндірген істен табады, яғни әр атқарылған жұмыстың пайыздық табысы борышкер мен талапкер есебінен жеке сот орындаушысына жалақы ретінде жіберіледі. Демек, алатын ақы жасалған жұмысқа тікелей байланысты. Өндірілетін сома көп болған сайын жалақы да жоғары болмақ. Биылдан бастап алимент өндіру туралы, әлеуметтік маңызы бар істер дейміз ғой. Алимент өндіру туралы атқару өндірістері бойынша бұрын жеке сот орындаушылары тегін орындайтын болатын. Қазіргі таңда жеке сот орындаушы заңда көзделген іс-әрекеттердің бәрін жасап, сонда да ешқандай ақша қаражаты өндірілмесе борышкер тарапынан, онда мемлекет тарапынан жеке сот орындаушысына 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақша қаражаты аударылатын болады. Оның үстіне жеке сот орындаушылары мынандай әсем формаға ие болды. Кеуделеріне арнайы қызметтік төс белгі тағылды. Бұл белгілі бір дәрежеде олардың мәртебесін көтеретін сөзсіз. Тағы бір жұмыс. Қазақстандық палата биылдан бастап халықаралық сот орындаушылар одағының мүшесі болды. Әділет министрлігіндегілер жеке сот орындаушыларының саны да, құзыреті де жыл сайын көбейе беретінін айтады. Себебі бұл әлемдік тәжірибе. Сот орындаушылардың қысқаруы 3 этапқа бөлінді. Бұл мемлекет есебінен қаржыландыратын болғасын, мемлекеттің актісі шығу керек, үкіметтің актісі. Сондықтан бірінші этапта 30% сот орындаушыларды қысқартылу қарастырылып отыр. Ол дегеніміз, мысалы 374 мемлекеттік сот орындаушы бірінші этапта қысқартылады деген сөз. Екінші этапта 30%, үшінші этапта қалған 10%, сонымен жалпы 70% қысқарылады. Өйткені мемлекеттік сот орындаушының барлығын түгелімен қысқартылуға мүмкін келмейді. Өйткені мемлекеттен өндіретін атқарушылық істердің категориясы бар. Жүйені жетілдірудің бір жолы жеке сот орындаушыларын белгілі бір істермен ғана айналысуға бағыттау. Мұның өз себептері бар дейді мамандар. Арнайы мамандандырылған кеңселерді ашсақ па деген ойымыз бар. Қазіргі таңда Алматы қаласында, Астана қаласында және Павлодар қаласында, Павлодар облысында осындай тәжірибе жүруде. Алда уақытта барлық облыстарда сондай кеңселерді ашып, себебі енді ол жеке сот орындаушы болғаннан кейін мына жақтан көптеп ақша түсетін іс тұрса, мына жақтан алименттен көп іс түспейді. Оған адами тұрғыда қарағанда да ол анасы да орындап кетеді. Сол себепті бір типті істермен айналысатын сонда кеңселерді ашсақ па деген ой бар. Ал тиісті заң жобасын жетілдіруге тікелей араласып жүрген депутаттар болса, жеке сот орындаушыларының құзыретін кеңейткен олардың қызмет ету аумағын шектеуі керек деп санайды. Сот орындаушыларының құзыретін кеңейту. Құзыретін кеңейтіп қана қоймай, пәрменін күшейту түптің түбінде құқықтық жүйедегі игі қадамдардың бірі болмақ. Ал оның жемісін уақыт көрсетеді. Біз әлі 5 реформа белестері бағдарламасында осы сынды өрелі өзгерістер жайында айтатын боламыз. Елді ұшпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.